Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Кезінде Тимур Құлыбаевтың жақын серігі деп саналатын Абылай Мырзахметов 30 миллион доллар, яғни 13 миллиард теңге парамен ұсталыпты. Ескі Қазақстанның ақшаны аямай жасағаны мынау сұмдық ақша. Бір ғана парадан осылай алып отырса сөз жоқ. Бұл үлкен істердің бастамасы шығар. Жақында үлкен шортандар қамалады деген ақпараттар бар. Мырзахметовтердің отбасында туыстық қатынасты білетіндер іш жиып қалған шығар. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Мырзахметовтердің бірі облыс басшысы болып, үкімет басшысының орынбасар қызметін атқарды. Біз Асқар Мырзахметов жайында айтып отырмыз. Ал оның бауыры Абылай Мырзахметов 13 миллиард парамен ұсталып жатыр. Демек, алдағы уақытта ескі Қазақстандағы өзге де шенеуніктердің дәл осындай қылмысы ашылып ұсталып жатса, таңғалуға болмайды. Тоқаевтың командасы нағыз іске кірісе бастаған секілді. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.